Дәрі дәрмек бар, оружие бар, 4-5 миллион арасында табыс түсіп отырады. Бір 30-40 мың теңге расход кеткен болуы мүмкін. Енді Валберстің аудиториясы 180 миллион, 200 миллион. Валберста минус өте көп. Сразу айтамын, условно салыстырмалы түрде, Озонмен салыстырмалы түрде өте көп. Қайырлы күн, құрметті достар, іскердің жаңа шығарылымы. Осы шығарылымда біз маркетплейс жайлы білетін боламыз, ал нақтырақ келгенде Wildberries жайлы. Егер де сізге қызықты ақпарат керек болатын болса, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, таныс болыңыздар, бұл кран ел емес. Бүгін бізге Wildberries бойынша барлық сұрақтарға жауап береді. Ассалаумағалейкум достар, машалла. Так, бірінші сұрақ, жалпы Wildberries деген не? Wildberries дегеніміз бір үлкен базар деп алсақ болады. Только базар клиент пен сатушының арасындағы физический контактты алып тастайтын базар. Былайша айтқан кезде интернеттегі кәдімгі біздің көріп жүрген қазында OLX бар, Go саудасы бар, басқасы бар деген сияқты. Соның бір гипермаркеті деп айтайыншы. Жалпы интернеттегі сауда алаңы ғой. Понятно. Сен жалпы осы идея қайдан келді Wildberriespен айналысам деген? Wildberriespен айналысам деген идея мен 2019 жылы Стамбулда тұрып жатқан кезімде Ресейде досым болады. И сол жігіт постоянно Турциядан товар заказ беріп отырады. То есть апта сайын его оборот көбейе бастайды. То есть біз арқылы товар алады. Біз ол кезде Стамбулдан товар жібереміз басқа мемлекеттерге. И сөйтіп анау слишком көп сатып жатыр. То есть нормальный сатушыларға қарағанда көп сатады. То есть мен сұрадым, қайда не істеп жатсың, қайда сатып жатсың? Сөйтіп маркетплейс деді, Wildberries деді, қызықпай жүрдім. И соңында түбі келіп сұрадық, білдік. И сол арқылы, точнее, именно сол жігіт арқылы үйреніп істеуге болатынын көріп, солай бастадық. Вот басқа маркетплейстердің, былай айтқанда Каспийді алайықшы. Каспийден мысалы Wildberries'тің қандай бір айырмашылықтары бар? Дәл қазіргі кезде Каспий мен Wildberries'тің опять же целенаправленно Wildberries тек товармен айналысады. Wildberries'та ақшаның переводтары жоқ, Wildberries'та ақшаны сақтай алмайсың деген сияқты. Каспийді толық товар сататын маркетплейс ретінде қарауға болмайды. Вот представьте, продуктовый магазин бар, либо же там ауылда там бір универмаг бар, оның ішінде продукты да бар, там білмеймін, машинаның дөңгелегі де бар десе, Каспий сондай жер. Ана жақта чисто товар сатылады, плюс аудитория үлкен, плюс екеуінің айырмашылығы Каспийда қандай товар сатылады деген кезде, ол кезде шамамен менің жобаммен 50 мың теңгеден жоғары суммасы. Бағасы 50 мың теңгеден жоғары болатын сатуға болады, а Wildberries'та 50 мың теңгеден скорее всего төмен товар сатқан ыңғайлырақ болады. Көбінесе, иә. Қазір сен өзің қандай товарлардың поставкасымен айналысасың? Жалпы сен бір товарды өндіресің бе? Қалай вообще? Біз алғаш мен бастаған кезде Россия арқылы жұмыс істейміз, досымыз арқылы. Ол кезде біз өзіміз тіктіртіп киімдерді сатқан болатынбыз. Тот же самый, енді әртүрлі сезонный товарлармен айналысып тұр. Тот же самый, там игра в кальмар бар, соның костюмдарын саттық деген сияқты. Но последний 4 айда мен тіктірмеймін, ештеңе дайындамаймын. Мен Өзбекстандық Bitex компаниясында футболканы сатамын. Бұл однотонный футболкалар, арзан бағадағы, біз бағасын шамамен 4,5-5 есе қойып сатамыз. Премиум качестводағы футболкалар. Баста нишамыз осы. Ал бұлай көбінесе жаңағы эксперимент форматында мына жерде тұрған товарлар, ұсақ-түйек әйел адамдардың қолданатын товарлары, тот же самый бытовой техника, тот же самый электроника, тот же самый дәрі-дәрмектер, әртүрлі, то есть дәрі-дәрмек дегенде химияларды сатамыз көбінесе. Түсінікті. Жалпы бастау үшін қандай документтер керек? ИП ғана керек, жеткілікті в принципе. ИП-ң болса болды, и счет ашсаң болды, самый главный. ТО-мен де кіруге болады, но желательно ИП деп айтамын всегда, потому что жаңағындай опять же товардың складқа уақытында жеткізе алмай қалсаң, немесе всякий бір қателік істеп қоятын болсаң, ТО-ға жаңағы штрафтар болады, санкциялар болады деген сияқты. ИП дұрыс, одан кейін Wildberries'тің офертасы болады, соны қабылдау керек болады, шығарып алып, обратно өздеріне жіберген, ол бір кішкентай ғана процесс. В принципе, басқа документ керек жоқ. Енді заңды түрде, опять жаңа Wildberries'ның ошибкасы дегенге ораламыз, ол жаңа товарға сертификация, декларация деген сияқты заттар керек негізі. Болғаны абзал, но болмаса ничего страшного. Біз жасадық, иә.
То есть опять же товар кірдің, там біреу там мынандай фломастер сатуы мүмкін, фломастер сатады да, бұған 40 мың теңге 30 мың теңге төлеп сертификат алудың қажеті жоқ та. Сен фломастерің өтсін, осы фломастермен там миллион тауып отсаң, минимум бір жыл айналысатыныңды біл, сол кезде жаса да. То есть опять же Wildberries оны тексермейді. Ауыз жүзінде айтылған нәрсе. Енді желательно страховка үшін керек зат қой, жасалған дұрыс. Негізі жаңадан бастап жатқан адамға ИП керек, счет болу керек, жаңағы отчетты подписать керек. Пока что бастап жатқан кезде сертификат керек емес, иә? Керек емес, иә. Так, айына Wildberries арқылы минимальный қанша ұстауы болады? И вообще. Енді Қазақстан үшін мен өзім 3 миллион теңге деп айтамын. Неліктен? Пока что енді біздің Қазақстаннан бір статистика шығару қиындау. Әлі бізде андай енді бастап істеп жатыр да. Но Россияда 1 миллион теңге, 1 миллион рубль, точнее, орыстар айтады прям 1 миллион теңге, 1 миллион рубль таппасаң, то ты дно дейді да, былай айтқан кезде. Wildberries'та 1 миллион теңге айына. 1 миллион рубль, точнее. Орыстар. Ол оборот емес, таза табыс. А бізде енді Қазақстаннан 1 миллион рубль деп жыртылудың қажеті жоқ. Мен ойлаймын, 2 миллион, 3 миллион теңге в принципе табуға болады. Жалпы Wildberries бастау үшін минимальный қанша теңге керек негізі? Блин, мен всегда айтам, прям кәсіп істеп жүрген адам болса, то есть до этого прям анау хотя бы кәсіптің, бизнестің базовый бір істеуге болмайды, істеуге болады деген заттарын білетін адам болса, то есть қалаған адам өзінің қалтасына қарай кіреді. Ал енді нөлден бастап жатқан болса, енді нөлден бастап жатқан болса, мен көбінесе совет беремін, вообще ақша салмай бастауға болады. Салмағанда дұрыс, либо же, то есть енді жалпы бизнесте бұл последний сенің бір айлық табысың, допустим 100 мың теңге, сенде как минимум алдағы 3 айға запас ақша болу керек. Қолыңда 300 мың теңге тұру керек, соның ар жағында ақшаңды сал. Егер ондай болмай жатса, мүлдем ақшаң болмай жатса, то с нуля кіруге болады. Условно мен көп пример келтірдім. Барахолкадан бар, бір поставщик тап, білмеймін, там носки. Бір носкидің поставщигін тап, қолында 10 мың штук болатын болса, алда бір фотосын Wildberries'қа салып қой, все. По факту заказ түскен кезде апарып жіберіп барып уже сөйтін алып кетесің қанша штук. Конечно. Басқа там Атырауда болуы мүмкін, там Шымкентте біреу болуы мүмкін, олар там таныстар арқылы істеуіне болады, fulfillment складтар арқылы істеуге болады, вариант көп. Желательно ақша салмаған дұрыс. Салмаған дұрыс, иә. Былай айтқанда Wildberries айналысу үшін өндіріп ештеңе қажет жоқ, негізі бір-ақ күнде бастап. Конечно, өзің өндірісің болса, уже готовый, өзің товарың болса, онда соны сал. Жоқ болатын болса, опять же, жыртылып, там бір жыл инвестиция іздемей қой, біреудің товарын. Ақырын минимальный бастап болады. Түсінікті. Так, выборный аудиториясы вообще қалай, қанша аудитория, қаншасы ұлдар, қаншасы қыздар? Аудиториясы енді біздің Қазақстан үшін пока что 5 мемлекет қой Евразиястан. Бұл Қазақстан, Ресей, Армения, Беларусь, Қырғызстан бар. А так енді Wildberries'тің аудиториясы 180 миллион, 200 миллион деп айтылып жатады. На самом деле енді қазіргі күнделікті Wildberries'қа кіретін аудитория бұл 11 миллион аудитория. 11 миллион таза күнделікті кіріп отыратын адам, иә? Енді қазіргі продажаның саны 3,5 миллион екен, оказывается. Недавно мен ескі статистикамен жүрген екенмін әлі күнге дейін, бірақ 3,5 миллион товар күнде сатылады екен. 70% аудитория әйелдер бұлар. Естественно, қазақстандықтар товар сататын болса, масса Ресейден алады. 90-95% товар Ресейге өтеді в основном. Біздің товарлардан. Вот мен Wildberries'пен айналысқым келеді дейікші. Мен поэтапно неден бастауым керек вообще? Түсіндіріп жүрсең. Неше таңдайсыз, дальше уже ИП-іңізді ашасыз, дальше там регистрация істейсіз, товарыңыздың карточкасын создавать етесіз, ол жақсы, естественно, фото түсу керек, жақсы видео түсу керек, жақсы описание товары болу керек, енді Wildberries'тің основной товарыңыз сатылудың шарты осы. И дальше товарыңызға заказ түскен кезде сіздің жұмысыңыз енді ФБС-мен жұмыс істейді, Қазақстанның көпшілігі Алматы немесе Астанадағы складқа товар жеткізіп барып берсе болады, иә? Нишан қалай таңдаған дұрыс? Топ 5 нишан айтшы, бір осыдан точно ұтылмайсың деген. Бұл кухняға байланысты чудо товары деген зат бар. Әйелдердің өзі Инстаграмда жүрді, анау бір непонятный бір өміріңді жеңілдететін товарлар. Бұл әйелдердің қолданатын товарлары. Бұл бір. Екіншісі носки, іш киімдер жалпы. Іш киімдер бұдан точно ұтылмайсың. Иә, бәрі айналысып отыр. Значит, үлкен бір ақша бар. Кусогыңды аласың өзің, үлкен бір теңізден былай шыққан кезде. Үшінші товар бұл электроника, кішігірім сағаттар, там телефонның чехолы, телефонның там зарядкасы, наушники. Опять же, то же самое өмірді жеңілдететін заттар. Бұдан ұтылмайсың. Төртіншісі бұл кухонное оборудование, опять же. Бұл жаңағы кухня керек, мелочь нәрселер. Иә, чайниктан бастап, білмеймін, тостарға дейін, допустим, осындай заттар сатсаң ұтылмайсың. И бесіншісі, енді бұл киім шығар. Киім болғанда мен қазір совет бермей керек. Өзім жастар айналысатын болса, бұл оверсайз киімдер сатылған дұрыс. То есть оверсайзда обычный киімге қарағанда возврат болу шансы почти нулевой. То есть оверсайзда возврат өте аз болады.
оверсайзда шанс көп. Иә, шанс көп. Максимально сен өзің қандай товар саттың? Ең аз суммада, ең үлкен суммада қандай товар саттың? Біз женский іш киімдер саттық. 1400 теңгеден біз Турцияны тіктірдік. 1400 теңгеден тіктіріп, біз 15 000 16 000 теңгеге дейін сатқан. То есть маржа салыстырғанда 100% маржа. 1000%, 10 есе, ровно 10 есе бағасы. То есть 1400 біз 15 000 теңгеге саттық былайша айтқан кезде. Былай, в среднем бір заттың доставкасының уақыты қанша вообще? Обычно 10-15 күнге дейін бар. 10-15 күнге дейін бар, да? А товарды ақшаны жеткеннен кейін клиент выкупать етіп алса. То есть біздің футболкаларымыз бізде обычно каждый 4-5 товар возврат болады бізде. То есть ол киімде текстильдің бұл заңдылығы. Возврат болады, ондай кезде ештеңе істей алмайсың, нақты выкупать еткен товар ғана ақша түседі. Ал возврат жасалған товар Ресейде складқа жібереді, немесе өзің таңдап, қазіргі кезде енді ондай мүмкіндік бұрын болмаған. Қазір өзіңнің Алматыдағы условно ПВЗ-лар арқылы товарды қабылдап алуға болады, обратно возврат жасалған. Немесе Ресейдегі условно подошта бір складта сақтап қойғанға болады. Сақтап қойған. Иә. Кейін дәл сол товарға там Санкт-Петербургтан заказ түсетін болса, қиналып Алматыдан складқа товар апармайсың, сол подоштадағы товарды қайтадан екінші клиентке жіберуге болады. Жалпы ВБ-да клиентпен бір байланысқа түсу керек па? Желательно түсу керек. Бізде анау алғашқы бастаған кезде біз оны бір тексеріп көрдік, кейін уже прям қиын болып кетті, именно заказ көбейген кезде. Біз клиентпен, то есть товар жіберген кезде упаковкасын істедік. Упаковканың ішіне открытка жазып жіберетінбіз біз. Бұл ең бір легкий путь. Открытка жазып жібереміз. Открытка, то есть кез келген товардың бір қиындығы болған жағдайда клиент жаман отзыв жазу шансы бар. Бұл жаман отзыв немесе төмен баға қою условно біздің заказымыздың келесі заказдардың санын азайтады. Сол үшін біз кез келген проблема болған жағдайда құрметті клиент осылай осы номерге бізге телеграмнан хабарлассаңыз, то есть біз компенсация болса төлеп берейік, немесе ауыстырып берейік, даже басқаша салып берейік деген сияқты осындай контакт істеген болатынбыз. Бұл ең оңай жолы. Енді әртүрлі жолдар бар. Екіншісі условно товардың карточкасын көрсеткен кезде, мысалы бір футболканы сатсаңыз 7-8 түрлі фото, бір видео салатын болсаңыз, сол жердің ішінде бір жерге өзіңнің контактыңды, өзіңнің сайтыңды тіркей салған дұрыс, QR кодпен қоя салған дұрыс. Клиенттің Wildberries сайтқа жалып жасағаннан гөрі саған прямой жасағаны более жеңіл болады. Негізі өте мықты лайфхак екен негізі. Жалпы кез келген істің кез келген бір маркетплейсінің өз минустары бар ғой. Wildberries'ның қандай минустары бар? Wildberries'та минус өте көп. Сразу айтамын, условно салыстырмалы түрде, Озонмен салыстырмалы түрде өте көп. И сол үшін де минустар көп болған үшін де адамдар ақша таба алып жатыр. Озон енді прям прямой конкуренті Wildberries'тің, бірақ заң өте қатал, и сол үшін де адамдардың барлығы жаңағы қазір клиентский базада и поставщиктердің базасында Wildberries'та секретар. Wildberries'та логистика нақты реттелмеген. Бұл бір оплата системасы, то есть обещать етілген уақыттан кешігу шансы бар. Каждый понедельник, вторник оплата түсіп отырады дейді. Бір 3 ай период жақсы түседі, келесі 3 ай период 2 апта сайын, 3 апта сайын жіберу шансы бар. Осындай минустар бар. Үшіншісі, сіздің, опять же, енді бұл система жақында ғана ауысты. Магазиннің рейтингі жаңағы сіздің товарыңызды складқа жеткізіп беру, немесе бір өте бір тупой мысалдарға қарап отырып жаңағы рейтингті дұрыстайтын. Қазір енді уже алып тастады деп жатыр, уже нормально в принципе. То есть ішіне үңіле беретін болсаң, чат поддержка, мысалы, техподдержка, тоже нашар. Тез жауап бермейді. Тез жауап бермейді, скорее всего, сен даже 3 күннен кейін жауап алуың мүмкін деген сияқты. Әлі телеграмда, то есть әлі бір үлкен әлемдік барып 25 мемлекетте негізі. Условно Турцияға кіріп жатыр, Францияға дейін барыпты да. Но ішіне кіресің, то есть бір сұрақ сұрайын десең, телеграмда отырасың да сен, әлі ұятты негізі. Қай қалаларда ВБ-ның складтары бар? Осы Қазақстанда алатын болсақ, мысалы ВБ-ның склады жоқ жерлер қалай қолданады? Склад ВБ-ның склад Алматыда бар, Астанада бар, бірінші Астанада ашылған. Екі қалада бар, Алматы, Астана. Алматыдағы склад жалпы Центральный Азияның орталық склады болады деген сөз бар, сондай. В будущем бұл. Қырғызстан, Өзбекстанда тоже кіру шансы бар деген сияқты. Ал басқа қалада отыратын кісілер Алматыда, Астанада fulfillment складтары бар. Бұлардың жұмыста ортадағы посредник. То есть мен условно Атырауда отырмын, Атырауда отырып, Wildberries'қа товарды салдым, заказым түскен кезде не істеймін? Мен оны Алматыға немесе Астанаға жеткізу шансым нулевой почти что.
өте қиын да. Бір футболканы жіберу үшін қанша ақша кетеді деген сияқты. Мен футболкаларымды алып Алматыда fulfillment складтарына жіберемін. Арнайы организациялар бар, өте көп fulfillment складтар бар. И дәл сол жігіттер менің заказым түскен кезде оларға хабар беремін. Міне жігіттер маған заказ түсті. Менің товарымды өтініш Валберстің складына апарып тастаңыздаршы. Ол кісілер Валберстің складына апарып тастайды. Соответственно, кішкене ортасындағы өздерінің жаңағы проценттерін немесе табыстарын тауып отырады. Қысқаша осылай. Ортасында олар в основном логистикаға жауап береді сонда, товарды жаңағы складқа дейінгі логистикаға жауап береді ғой. Былайша айтқан кезде. Товар соларда болады. Товарды көрмей заниматься етіп жатқан адамдар да бар. Бізде өте көп адам бар, товарын көрмеген. Прямой, мысалы, Қытайдан, Турциядан, Қырғызстаннан даже Алматының өзінен алса, прямой жаңағы fulfillment складтарын жіберіп қояды. А жігіттер уже жаңағы штрих-кодын жабыстырып заказ түскен кезде Валберстің складына апарады. Қысқаша осылай жұмыс істейтіндер бар. Получается, тоже сондай бизнестің ішінде бизнес пайда болды. Иә. Ол дейтін доставканың арқасында табады. Иә, естественно, процент алады. Енді адам кейбір адамдар бар, даже Алматыда тұрып fulfillment складымен жіберетіндер бар. Мен де солай жібергім келген. Енді бірақ бізде қолымызда болғандықтан оны істеудің қажеті жоқ болды. Бірақ адамдар болады, сіз там мемлекеттік қызмет істеуіңіз мүмкін, допустим, уақыт жоқ оны апарып жүруге. Даже просто там былайша айтқан кезде там дұрыс емес та апаруыңыз, сіздің ол жерге барып жүргеніңіз мемлекеттік қызмет істеп, сізге лучше fulfillmentқа беріп қоясыз, үйде компьютер отырып, мен білмеймін, ешкім білмейді, в принципе, технично істей беруге де болады былайша кезде. Ал мысалы, белгілі бір адамның бір жұмысы бар дейікші, басқа жұмысы бар, осы Валберспен айналысатын болса, дополнительный заработок ретінде жасауға. Опять же, даже ол жұмысшы қойса да, сол активный доход қой, дополнительный жұмыс істеуші қойып қойып, жаңағы жүргізе берсе болады, но ол адам үшін нақты активный доход қой. Обязательно барып, жаңағы товар таңдап, реттеп. Конечно, енді анау қазақта да малды да бақтырады ғой. Мал шалып 3 жылдан кейін барып қарасаң жарты өліп қалған деген сияқты ғой. То есть ондай өзің қарау керексің да обязательно. Сондықтан Валберс активный доход, иә? Конечно. Получается, мен осы карточканы толтырдым. Иә, заказ түсті. Дальше мен не істеуім керек? Заказ түсті. Заказыңыз түскеннен кейін арнайы штрих-код, баркод, ол товарға жабыстыратын, товардың упаковкасына жабыстыратын баркодтарыңызды скачать етіп аласыз. Принтерден шығарасыз, өзінің форматы бар арнайы. Шығарғаннан кейін товарыңызды складқа жеткізесіз. Ол сборочный задание деген жерде тұрады. Складқа жібересіз. Складтағылар сіздің сортировочный склад, Валберстің склады ол арнайы. Мынау біздің Қазақстанда тұрған кішкентай офистар емес, олар басқа, шатастырылмау керек. Именно Валберстің складына апарасыз, сол жерден штрих-код пробивать етіп, товарыңызды дальше жібереді. Қысқаша осылай. Вообще, жалпы комиссиясы қанша? Комиссия сол 5 пен 12%-ке дейін комиссия алады. Бұл товарға байланысты и товардың весіне байланысты. Мысалы, там машина запчастары болатын болса, ол 12%-ке дейін болады. И логистикада то же самый. 50 рубльмен, бұрын 40 рубль болған, қазір 50 рубльмен 174 рубльдің арасында товарға байланысты әртүрлі. Бұл Валберсқа маркетплейстен жүрсеңіз полностью көрсетіп береді бұны. Өзі қандай категорияда қанша комиссия бар екен? Нақты товардың, даже футболкалардың өзінен, там футболка там ХБ болатын болса, футболка спортивный болатын болса, әрқайсысының комиссиясы әртүрлі, опять же логистикасы да әртүрлі. Осылай. Түсінікті. Мысалы қара, бір товар, соған қосамыз где-то бірінші логистиканы 50 одан кейін барып 5 пен 12% арасында комиссия қосамыз, одан кейін барып маржа қосамыз, иә? Возврат еще санаймыз, иә? Футболка 2000 теңге, допустим. 2000 теңге мен алдым, барахолкадан алдым. Бұған қосамын жалпы бірінші комиссия қоспаймын, бірінші жаңағы логистиканың бағасын қосамын. Бұл 50 рубль, 250 теңге қосамын. 2250 теңге. Одан кейін возврат болған жағдайда деп тағы бір 250 теңге қосамын. 2,5 болды уже. 2500 теңге болды. Енді мен 5000 теңге деген условно баға қояйын деп тұрмын, бірақ 5000 теңге деп қоспаймын, 5000 теңгеден 10% комиссия алады. Основной бағадан. Сол кезде 5500 теңге деп қоятын болсам, мен мына футболкадан 2500 теңге таза пайда таба аламын. Бірге бір көресің. Иә, бір рет возврат болу шансы бар деген рисктің өзінде. Мысалы, мынау бір заказ түсті, қанша уақытқа дейін складқа барып беру керек оны? Бұрын 24 сағат пен 96 сағаттың арасы болған, өзің таңдайсың. Сен қай уақытта апарыласың, соны таңдайсың. Қазір ондай жоқ. Қазір оны алып тастады полностью ол схеманы. Қашан апарсаң өзің білесің. Оған, то есть қашан қазір апарсаң да, 10 күннен кейін апарсаң да рейтингке әсер етпейді ешқандай. Тек сен жоғалтасың, не жоғалтасың, уақыт жоғалтасың. Скорее всего, ол уақыт сен көбірек апарғаның үшін возврат болып қалу шансы бар. Клиент уже жынданып кетуі мүмкін, айнып қалуы мүмкін былайша айтқан кезде. И үшіншісі, соответственно, товарың жетпейді, ақшаңды алу уақытың ұзара береді. Мен естуімше, ВБ кейбір товарлардың бағасын өзгертіп тастайды дейді. Сол қаншалықты рас вообще? Бұл акцияларға байланысты өзгертеді.
То есть әртүрлі акциялар бар, праздничный акциялар бар, просто там жұманың акциясы бар, черный пятница деген сияқты. Әртүрлі акцияларға байланысты біз оны ВБ просто так өзгеріп тастамайды. Біз байқамай қатысып қоямыз, бізде көп андай жағдайлар болады, сондай байқамай қатысып қоясың, либо же сен қаласаң да қаламасаң да қатысу керек акциялар болады. Міндетті дейді. Міндетті түрде 5500 теңге футболка қойдым, ол бағаны Валберс тұрды да 4900 теңге. Опять же, оны да учитывать етіп, тағы 500 теңге товардың үстіне қосып қойған жөн бұл жердің өзінде акция. Белгілі бір нарушениялар үшін ВБ-дағы сенің аккаунтың жауып тастады дейді. Дальше не істеуге болады бұл, қалай қандай? Дальше андай травмированный аккаунт болмай, дальше лучше новый аккаунт ашсаң жақсы ғой. Новый аккаунт ашып, новый аккаунт ашып, сол уровеньға жету оңайырақ болады, чем ескі аккаунтты восстанавливать еткенше. Жалпы мен бір бастау үшін бұл курстар өткен дұрыс па, әлде былай YouTube-тан қарап, өзім бастауға бола ма? Бұл же адамның натурасына байланысты сияқты. Бізде курс бар, оны жасырмаймыз, бірақ мен айтар едім, кейбір адамдар болады, прям самоучка, ол адам өзі жақсы істей алады да. А кейбір адамдар болады, жауапкершілікті қатты алғысы келмейді, то есть басқа біреуге бергісі келеді и өзін андай бір, то есть сенімділікке байланысты ғой, сенімді болып тұрсаң жаса, то есть сенбей тұрсаң, онда желательно басқа біреуге. Курс көбейте де өзі. Сенімсіз болып тұрсаң, онда барып курсты ал да. То есть осы екі вопрос. Запрещенный товарлардан не бар вообще? Запрещенный товардан дәрі-дәрмек бар, оружие бар, біздің қазақстандықтар үшін пока что продукт питания бар. Бірақ енді Валберс продукт питания қосып деп жатыр. Негізі мысалы товарды максимально көп сатуға тырысу керек па, әлде көп маржамен сатқан дұрыс па? Количествоға жұмыс істеген жақсы ма или маржаға жұмыс істеген дұрыс па? Опять же, бұл жерде өзің таңдауға байланысты. Если сен производитель болсаң, көп сатқан дұрыс. Если сен біреудің товарын сатқан болсаң, то ақша табу керек. Көп сатып, аз сатып, энергия ғой, ойлаңызшы, 5 товар сатып 5000 теңге тапқанша, бір товар сатып 5000 теңге тапқан жақсырақ та. Жалпы жеке сенің ВБ-дан табысың қанша сенің? Бізде Bitex футболкалар арқылы 4,5 миллион теңге айына, стабильно 4,5, то есть 4-5 миллион арасында табыс түсіп отырады. Опять же, қыстың кезінде бұл өте қатты азайып кетті, и көктем кезінде өте жоғары кетті. То есть орташа статистикасы осы. 4,5 миллион, иә? 4,5-5 миллион теңге. Таза пайда ол. Таза табысы бұның, иә, Валберстің. Қазір сен байқанда сенің табысың Валберстен 4,5 миллион теңге. Ол сенің команда бөле ме или сен өзің ба? Менің жеке табысым, мен ол жерде команда дейтін 2 адам ғана бар. Валберс менеджер біреу бар, біреусі чисто жаңағы товарларды складқа жеткізіп отырады, қысқаша осы жұмыс қана. То есть Bitex біздің Алматы қаласында компания барып заказ түскен кезде алып кетіп отырады. Опять же, мен де ол жерге ешқандай ақша салып отырған жоқпын. То есть 0 теңге, абсолютно 0 теңге. Я бір фотосессия анау-мынауына бір 30-40 мың теңге расход кеткен болуы мүмкін, а так чисто сол жерде алып барып салып отырады, қысқаша осы ғана. Жалпы бастау үшін жеке адам бір адам бастай берсе болады ма, әлде команда керек па? Менің ойымша бастай берсе болады. Енді адам андай ғой, командамен жұмыс істеу үшін, біреу таңдау үшін сен өзің білу керексің. Командаға бір нәрсе тапсыру үшін опять же өзің білу керексің десе. Сол үшін бастапқы уақытта кім болып баратсаң да, там білмеймін, үлкен кәсіпкер болып баратсаң да, мне кажется, өзің қолыңмен ұстап щупать етіп ұстаған дұрыс. Енді бізде түнгі сағат 3-те 2 демей складқа кейде товарды апаратын кездер болады, нормальный нәрсе. Өзің істеген дұрыс. И адам шаршайды, естественно, компьютердің алдында отыра бергеннен де шаршайды. И оны апта сайын ауыстырып отыру керек, әртүрлі заттар деген сияқты. Именно сол кезде бір Валберс менеджер керек болады. Валберс менеджерді, опять же, Валберс білу керек ол. Да? Валберс менеджерлер енді спрос прям өте көп қой Валберс менеджер. Адамдар, кстати, жаңағы тағы бір вариант, Валберсті білетін болса, өзің кәсіп істегің келмейді, ИП-дан қорқатын адамдар бар бізде. Қағаз, документ деген заттан қорқатын адамдар бар, нормальный нәрсе Қазақстанда. Там опытым жоқ дейтін болса, жасым 16-та дейтін болса, условно деген сияқты. Біз онда біреуге Валберс менеджер үшін хедхантердан қараса болады, там жұмыс қай жерде беріліп тұр, жетеді. То есть новый мамандық бар, Валберс менеджер деген? Бұл дефицит мамандық еще. Валберс менеджерлер обычно, то есть менде 3 айдан артық тұрмайды Валберс менеджер. То есть 3 ай менде жұмыс істеді, 3 айдан кейін просто кетіп қалды. Мен ұстай алмаймын оны. То есть біздегі оборотты көріп отыр, біздегі жұмысты көріп отыр. И ол ойлайды, неужели мен мынаны істей алмаймын да? Тем более сол жұмысты өзі істеп жатыр негізі. Өзі істеп жатыр да, по идее. Еще ол біледі да, біздің там максимум расходымыз 30-40 мың теңге болғанын біледі да. Кетіп қалады, жарайды, не істейміз енді. Қорытындылайық. Осы Валберспен енді жаңадан бастағысы келетін адамға сенің бір советің болса? Мен советім енді Валберспен жаңа бастайын жатқан кісіге просто жасау керек. Андай
ауадан бір нәрсе күтпеу керек, подходящий момент күтпеу керек. Көп адамдар то есть Wildberriesқа кірейін деп жатса, либо қазіргі жұмысы өзіне ұнамайды, табысы ұнамайды, либо же там жұмыс, то есть жаңа бір нәрсе көргісі келеді, либо же вообще жұмыс істеп жатқан жоқ. Осындай кезде андай подходящий момент күтудің қажеті жоқ. Там мен пока что там баламның оқуын төлеп алайын, өзім универімді төлеп алайын, общагамды төлеп алайын, немесе там анау мынау деген сияқты. Ол момент никогда келмейді, айтарым. То есть просто бар возможностьпен жасап кетіңіздер. Wildberriesте тем более жасау үшін үлкен ақша керек емес, нацизм форматында емес, бірақ прям россиялықтардың заниматься етіп жатқанын көремін да, то есть ана жердегі возможность көремін да, мен почему бы и нет деймін да, то есть я Қазақстан нарығында менің рыногыма біреу кіріп жатса, возможно қызғануым мүмкін, хотя ана жерде многомиллионная аудитория, то есть мне кажется жасау керек просто, там кім істегісі келеді, тупо кіріп бастай беру керек. Ойланбай бастай беру керек. Иә, конечно. Жасағаннан кейін ары қарай уже Аллах тағаладан ғой бәрі. Әрекет бізден, берекет ар жақтан уже. Рахмет, өте бір керемет сұхбат болған сияқты. Сізге рахмет. Сіздерге келетін барлық сұрақтарға жауап алды деген ойдамыз. Егер де бір қойылмаған сұрақтар болса, комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде сұрап жауап алуға тырысамыз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңызға міндетті түрде таратыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.